Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан жасалған пияз қосылған нан жасайтын боламыз. Осындай әдемі, қытырлақ, қатпарлы болып шығады. Алдымен ыстық суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Және осы ыстық суымызды ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап илеп қамыр жасаймыз. Суымыз ыстық болғандықтан бірінші мен қасықпен араластырдым. Одан кейін қолмен жақсылап илеп алдым. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді де ұмытпаңыз. Осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап илейтін боламыз. Керекті заттардың мөлшерлерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, бір тегіс болып шығады. Осы дайын болған қамырымызды 20 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. Бұл уақыт аралығында пиязымызды дайындаймыз. Пиязды жұқалап және ұсақтап тураймыз. Оның үстіне тұз саламыз, кішкене қара бұрыш саламыз. Дәміне қарай. Енді осыны жақсылап қолымызбен қысып араластырамыз. Пиязымыз кішкене жұмсару керек. Тынып тұрған қамырымызды осындай бөлікке бөліп, мен 5 бөлікке бөліп алдым. Сіздердің табаларыңыздың көлеміне қарай бөліп аласыздар. Және қалған бөліктерін салафанға салып, шетке қоя тұрамыз да, бірінші қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымыз қолға жабысатын болса, кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Қамырды жұп-жұқа қылып жаюымыз керек. Еріген сары майымызды жұқалап жайылған қамырдың үстіне осылай жағамыз. Менде кондитерский кисточка, сіздерде ондай болмаса, қолмен жақсаңыздар да болады. Майымыз қатты ыстық болмауы керек. Осылай майы жағылған қамырдың үстіне енді дайындап қойған пиязымызды саламыз. Енді жіңішкелеп ораймыз. Ішінде ауа қалмайтындай кішкене тығыздап ораңыздар. Осылай кішкене ары-бері орап, кішкене қысып, ішіндегі ауаларын шығаруымыз керек. Және улитка сияқты ғып орап, пакетімізге салып қоямыз. Қалған қамырларымызды да осылай жасап шығамыз. Барлық қамырымызды пияз салып орап болған соң, ең бірінші қамырымызды оралған өстіп жұқалап, қатты баспай, табанның көлемінде қылып жайып шығамыз. Осы аралықта табаға кішкене сұйық май қосып қыздырып қойыңыздар. Осы жайылған қамырымызды табамызға салып, бетін қақпағымен жауып, 15-20 минуттай пісіреміз. Асты қызарған соң бетін аударып пісіретін боламыз. Барлық нанымызды осылай пісіріп аламыз.
міне осындай болып әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.